Кім адасқан болса, адасуды қаласа, онда ол өз зиянына адасты. Ол адасқан адамның жағдайы қалай болады қияметте? «Вәлә тәзиру вәзиратун уизра ухра» дейді. Ол өзінің күнәсін арқалайды ертең. Күллі жаңағы шыққан амалдар, күллісі жүк болады. Күнә көтеруші деген нәрсе болады қияметте. Күнәлары жүк болады. Сол күні біреудің жүгін көтермейді дейді. Бала әкесінің жүгін көтермейді. Әке баласының жүгін көтермейді. Достың жүгін көтермейді дегендей. Әркім өзінің жүгін көтереді. Мысалы, бұл дүниеде бұл кісі қазір бір ауыр нәрсе көтеріп бара жатса, біз қасына барып, кеңіз көмектесейін дейміз ғой. Ол күні ондай нәрсе болмайды. Ол күні ондай рахымдылық деген нәрсе болмайды, мүлде. Күллісі бәрін ұмытады, өзінен басқа. Күйеуі, әйелін, ата-ана, баланы, бала ата-ананы, ол ұмытатын күн. Осы дүниеде Құдайды ұмытқан үшін, ол күні әркімді ұмытады. Әркім жаңа өзінің күнәларын арқалағанда өзіңіз ойлайды, 99 кітап дегендей нәрсе мысалы, ол күнәға Алла тағала жаңағыдай жаратып, арқалатып қойған кезде қалай болады жағдай? Мысалы, кім Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сондай ескерту хадистеріне назар аударатын болсаңыз, мысалы, осы дүниеде біреу Алла тағалаға қой беріп, ол қойдың зекетін бермей, немесе сол қой арқылы бір қасындағы пақыр көршіге бір ризық бөліспей, немесе сиырдан сүт алып, ол сүтті қасындағы бір пақыр көршісіне бермей, айран ірітсе де одан ештеңе бермей, солай өмір сүретін болса, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, келіп тұрмаңдар қиямет күні менің алдыма дейді. Өзінің үмбетін айтып жатыр. Қойды арқалап, маңыратып ана қойды, мен көмектесе алмайтын халде дейді. Біреуің үстіне сиырды көтеріп кеп тұрмасын алдыма дейді. Мынау сүтін бермеген менің мойнынан шықпайым деп. Сондықтан ол арқалайтын нәрсе өте көп болады. Бүгін мысалы малымды қимай өмірден өсіп кететін болсам, сол мал ертең менің мойныма мінеді де түспей қояды мәңгі. Тозаққа апаратын нәрсе. Бүгінгі мініп жүрген жылқың, не бір дүние малдарың ертең мойныңа мініп алады. Солай кісінейді ол, мынау менің хақымды бермеген деп, сиыр бұзауға дейін. Осының барлығы бізден ұшып шыққан амалдардың тура жолға сай болмағандығының кесірі болғалы тұр. Сондықтан да Алла тағала бізге міне Құранда түсіргеннен кейін, біз күллі амалымызды осы Құранға қарай сәйкестендіретін болсақ, үміт бар да. Алланың елшісі уәде еткен нәрселерге Алла бізді нәсіп ете ме деген.